сабақта есеп шығару барысында физика пәні бойынша немесе ұлттық бірыңғай тестілеудің тесттерін шығару барысында оқушылар жиі қателік жіберетін және жиі қиналатын бір негізгі проблемалар бар. Осы физикадағы еселік және үлестік шамаларға, еселік және үлестік ондық, еселік ондық үлестіктерге қалай бірлік үлеске айландыратындығын, си жүйесіне қалай айландыратындығы туралы мен сіздерге сабақты түсіндіріп беретін боламын. Ондай болса кеттік. Яғни менің физикалық шамаларға амалдар қолдану. Ең бірінші физикалық шамалар деп отырғанымыз не? Ол физикалық шамалар деп отырғанымыз табиғаттағы құбылысты немесе белгілі бір заңдылықты сипаттау үшін, соны физикалық заңдылықты зерттеп жеткізу үшін қолданылған арнайы термин физикалық шама деп аталады. Шаманы белгілі бір әріппен белгілейміз, белгіленуі символдар арқылы. Және өлшем бірлігі деген болады. Оны міндетті түрде ажырата білуіміз керек. Мысалы, кейбір оқушылардан массаның өлшем бірлігі не десе, кейбір оқушылар білмей жатады. Физикалық шамамен өлшем бірлікті ажырата алмай жатады. Ондай болса, осыны қалай ажырататындығын мен сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Мысал ретінде физикалық шама ретінде жиі кездесетін физикалық шама ол орын ауыстыру, немесе белгілі бір дененің ұзындығы, немесе қашықтық. Осының барлығы физикалық шама болып табылады. Жер мен күннің арақашықтығы, немесе машинаның жүріп өткен жолы, немесе бөлменің енінің ұзындығы дегендердің барлығы физикалық шама болып табылады. Шаманың атауы ұзындық, белгіленуі L. Ал оның өлшем бірлігі ретінде си жүйесіндегі өлшем бірлігінде метр алынады. Метр. Ал масса, дененің инерттілігін сипаттайтын физикалық шама, масса, оның белгіленуі М. Яғни масс деген ағылшынның сөзінің басқа әрпін алған, Lens деген ағылшынның сөзінің басқа әрпін алған. Массаның өлшем бірлігі си жүйесінде килограмм. Немесе динамикада жиі кездесетін физикалық шаманың бірі ол күш. Атауы күш. Денелер арасында өзара әрекеттесуді сипаттайтын физикалық шама, оның белгіленуі F әрпімен белгілейміз. Force дегеннің бас әрпі. Өлшем бірлігі Ньютон. Ньютон, яғни 1 килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд. Және басқа да физикалық шамалар көптеп кездеседі. Мысалы ретінде импульс айтуға болады. Импульс, оны P деп белгілесек, өлшем бірлігі килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд, мына ньютонда, мына жерде квадрат болады. Килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд квадрат болады ньютонда, ал импульста килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд. Және сонымен қоса тағы басқа да физикалық шамаларды айтуға болады. Сонымен физикалық шама дегеніміз мына ұзындық, масса, күш, импульс немесе тағы не айтуға болады. Мысалы, ток күшін айтуға болады. Ток күші. Мысалы, өлшем бірлігі, оның ампер белгіленуі ағылшынның мынандай I деген әріппен белгілейді, өлшем бірлігі ампер. 1 ампер деген сияқты. Температура, мысалы. Температура, оны Т деп белгілесек, термодинамикалық температура, өлшем бірлігі кельвин. Мына қатарда бірінші қатардағылар шамалардың атауы, екінші қатардағылар белгіленуі, үшінші қатардағылар өлшем бірлігі болып табылады. Ал мына жердегі мына метр, килограмм, мына тұрған секунд уақыттың өлшем бірлігі. Және мына ток күшінің өлшем бірлігі ампер деп отырғандарымыздың барлығы ол халықаралық бірліктер негізгі өлшем бірліктерде кездесетін, жеті өлшем бірлікте кездесетін негізгі өлшем бірліктерге жатады. Ал мында килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд квадрат, немесе килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд деп отырғандарымыз ол туынды өлшем бірлікке жатады. Ал температураның өлшем бірлігі кельвинда негізгі өлшем бірлікке жатады. Сонымен өлшем бірліктердің өзі екіге бөлінеді, негізгі және туынды өлшем бірліктер болып. Қазір осы өлшем бірліктер туралы түсіндіріп беретін боламын. Яғни физикалық шамалар туралы түсінікті болса, енді келесі өлшем бірліктер туралы ары қарай жалғастырамын. Келесі кезекте біз негізгі және туынды өлшем бірліктер дегеніне соған тоқталамыз. Негізгі өлшем бірліктер, негізгі және туынды өлшем бірліктер. Туынды. Ұзындықтың өлшем бірлігі метр. Ұзындықтың өлшем бірлігі метр. Уақыттың өлшем бірлігі секунд. 1 метр 1 секунд деп белгілейді. Халықаралық бірліктер жүйесінде. Және сонымен қоса массаның өлшем бірлігі 1 килограмм. 1 килограмм. Температураның өлшем бірлігі 1 кельвин. Ток күшінің өлшем бірлігі 1 ампер. Және жарық күшінің өлшем бірлігі 1 кандела. 1 кандела. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және зат мөлшерінің өлшем бірлігі ол моль. Осы
халықаралық бірліктер жүйесінде осы 7 өлшем бірлік бар. Осы 7-еуі негізгі өлшем бірлік болып табылады. Ал туынды өлшем бірлік дегенімізде жаңа айтып өткендей, күштің өлшем бірлігі 1 килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд. Яғни бұл жерде килограмм, метр, секунд. Мына масса, жаңағындай орын ауыстыру, уақыт осы үшеуінің секунд квадрат. Уақыттың өлшем бірлігінің 2 дәрежесі және ұзындық, сонымен қоса көбейтілген килограмм, осыдан күштің өлшем бірлігі кеп шығады, 1 ньютон деп белгілейді оны. Яғни бұл туынды өлшем бірлікке жатады. МА, яғни бұл формуладан кеп шығады, F тең МА. Масса менен үдеудің көбейтіндісі. Үдеудің өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадрат, яғни ол да туынды өлшем бірлікке жатады, метр бөлінген секунд квадрат. Метр менен секундтың квадраты екеуінің бірігуінен келіп шыққан. Метрді секунд квадратқа бөлген кезде келіп шыққан өлшем бірлік метр секунд квадрат үдеудің өлшем бірлігі болып табылады. Бұл туынды өлшем бірлік. Жылдамдықтың өлшем бірлігі мысалға. Ол орын ауыстырудың уақыт бойынша өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама. Ал бұның өлшем бірлігі метр бөлінген секунд. Яғни бұл туынды өлшем бірлікке жатады. Сол сияқты импульсты айтайық. Импульс өлшем бірлігі М көбейтілген В болса, оның өлшем бірлігі метр көбейтілген, килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд. Импульстың өлшем бірлігі. Мына өлшем бірліктер туынды өлшем бірліктер, ал мына өлшем бірліктер негізгі өлшем бірліктер болып табылады. Яғни негізгі өлшем бірлік 1-2 негізгі шаманың көбейтіндісі арқылы немесе бөлінісі негізінде пайда болған өлшем бірліктер туынды болады. Ал негізгі өлшем бірліктер 1960 жылы бүкіл әлемдік ғалымдар жиналып, осыны арнайы зерттей отырып, әлем ғалымдарын, әлем халықтарын бір стандартқа, бір өлшем жүйесіне арнайы бекітіп, System International деп халықаралық бірліктер жүйесі, яғни System International дегеніміз халықаралық жүйе деген сөз. Сол халықаралық жүйеге, бірлік жүйеге алып келген. Сол кезде міндетті түрде барлық елде, мысалы, Қазақстандағы 1 метр, ол Америкада да, Россияда, Қытайда да бәрібір 1 метр болып табылады. Оның өлшемі бірдей, яғни 100 сантиметрдің 1 метр деген сияқты. 1 секунд, жаңа жер меридианның 40 миллионнан бір бөлігін алды. Мысалы, арнайы массаны, арнайы платиний мен иридийден жасалған эталонын апарып Парижге арнайы қойып қойдырап, соны бүкіл халық содан барып, соның арнайы көшірмесін алып кететін болған. Сол сияқты жаңағындай термодинамикалық температураның өлшем бірлігі, ток күшінің өлшем бірлігі, жарық қуаттылығының өлшем бірлігі, зат мөлшерінің өлшем бірлігі дегендердің барлығын негізгі физикалық шамалардың өлшем бірлігін арнайы халықаралық жүйе ретінде бекіткен. Осы негізгі 7 өлшем бірліктен қалғандар туындылары таралады. Негізгі өлшем бірлік 7, ал туынды өлшем бірлік ол көптеп кездеседі. Ол сансыз деп айтуға болады. Бір физикалық шама пайда болатын болса, онда оған бір туынды өлшем бірлік пайда болады. Еселік және үлестік өлшем бірліктермен қалай жұмыс істеу деген сұрақ көкейлеріңізде туындап тұрған болар. Енді сол еселік өлшем бірлік дегенне, үлестік өлшем бірлік дегенне соған тоқталатын болсақ. Ондық дәреже, мысалы, ондық дәреже есеп шығару барысында жиі кездеседі. Сіздер ондық дәрежені дұрыс есеп амалдарын қолданбасаңыздар, ондық дәрежелерге онда соңғы нәтижеңіз бәрібір қате болады дағы. Физика пәнінен ұлттық бірыңғай тестілеуді таңдау жасаған кезде соңғы жауабыңыз қате болса, ол қате болып саналатындықтан сіз дұрыс балл жинай алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан үлестік және еселік өлшем бірліктерменен және физикалық шамаларменен дұрыс жұмыс жасауды білетін болсаңыз, онда сіздің қателесу мүмкіндігіңіз азая түседі. Ондай болса, кеттік келесі еселік және үлестік шамалар деген не? Ондық шамалар. Еселік шамалар және үлестік шамалар. Еселік шама деп отырғанымыз, мысалға, 10-ның 1-дің 10 есесі, 1-дің 100 есесі, 1-дің 1000 есесі. Яғни 10-ның 2 дәрежесі 100. Оны кішкентай г-мен белгілейді, гекто. Гекто деп атайдағы кішкентай г әрпімен белгілейді. 10-ның 3 дәрежесі, яғни 1000 есе деген сөз. 1000 есе көп. Бірге қарағанда ол 1000. 10-ның 3 дәрежесі 1000. Оны кило деп атайды. Кило дейті кішкентай к әрпімен белгілейді. Ал 10-ның 6 дәрежесі миллион есе. Оны мега деп белгілі айтады. Мега. Атауы мега. Үлкен м әрпімен белгілейді. Үлкен м әрпімен белгілейді. 10-ның 9 дәрежесі. 10-ның 9 дәрежесі. Оны гега деп атайдағы. Оны үлкен г әрпімен белгілейді. 10-дық еселік деп отырғанымыз осы. Мысалы 10-ның 12 дәрежесі бар, 10-ның 15 дәрежесі бар.
Оның 18 дәрежесі бар десе, ары қарай 3-тен еселеніп кете береді. Ондық еселіктер. Яғни 100 есе, 1000 есе, миллион есе, миллиард есе деп ары қарай осылай еселеніп кете берсе, онда ол еселік шамалар болып табылады. Ал үлестік шама дегеніміз ол 100-ден 1. 100-ден 1 дегеніміз оның -2 дәрежесі, оны сәнти деп атайды. Сәнти деп атайдағы кішкентай с әрпімен белгілейді. Ал оның 1-дің 10 үлесі, оның -1 дәрежесі, оны деци деп атайды, кішкентай д әрпімен белгілейді. Ал 1-дің 1000 үлесі, оның -3 дәрежесі, яғни оны мили деп атайды, кішкентай м әрпімен белгілейді. Мысалы, миллиметр, сантиметр, дециметр дегендерді есеп шығару барысында жиі кездестіреміз. Мысалы, миллион үлесі 1-дің. Ол 10-ның -6 дәрежесі, оны микро деп атайды. Мысалы, микрометр. 10-ның -9 дәрежесі, яғни миллиардтан 1 бөлігі. Миллиардтан 1 бөлігін оны нано деп атайды. Нано деп отырғанды кішкентай н-мен белгілейді. Мысалға, нанометр деген шамаларда жиі кездеседі. Яғни осылай еселік және үлестік өлшем бірліктерді түсіну біз үшін өте маңызды болып табылады. Ал енді келесі кезекте мен сіздерге өлшем бірліктерге қалай амалдар қолданады. Мысалы, 10-ның -3 дәрежесі көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі. Немесе белгілі бір шама 10-ның 6 дәрежесі қосылған 10-ның 5 дәрежесі деген сияқты шамалар жиі кездеседі. Енді осыған амалдарды қалай қолданамыз, қандай формула арқылы оны шығарамыз, мен келесі кезекте сіздерге қазір соны түсіндіретін боламын. Ал дәрежесі бар, мысалы, 10-ның дәрежелерін көбейту, 10-ның дәрежелері бар сандарды қосуға қалай жұмыс жасаймыз, солында есептерді қалай шығарамыз, сол туралы айта кететін болсам. Ондай болса, мысалы, 5 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі және көбейтілген, мысалға дейік, көбейтілген 3 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі деген есептеу кездесіп қалса физикадан. Әрине, 5 пен 3-ті бірінші көбейтеміз, 5-ке 3-ті көбейтетін болсақ, яғни 3, 5, 15. 15 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі, мына жер қосып болғандықтан қосылған 4 дәреже. Ондай болатын болса, мынадан келіп шығады 15 көбейтілген 10-ның 1 дәрежесі, яғни ол 10-ның 1 дәрежесі 10, 150 шығады. Ол қалай? Біз математикадан a-ның n дәрежесі көбейтілген a-ның m дәрежесі дегенге амал қолдануды білеміз. Бұның формуласы a n қосылған m дәрежесі, a-ның n қосылған m дәрежесі формуласы осы. Ал бөлу кезінде қалай болады? a-ның n дәрежесі бөлінген a-ның m дәрежесі тең болады a-ның n минус m дәрежесі. Ал a-ның n дәрежесінің m дәрежесі қалай болады? Яғни a-ның n көбейтілген m дәрежесі болады. Осы формулаларды біз қолданатын боламыз. Мысалға, мынандай кездесті. 10-ның -3 дәрежесінің 2 дәрежесі. Онда біз мына 2 дәрежені -3-ке көбейтеміз. 10-ның -6 дәрежесі болады. Мысалға, 10-ның 4 дәрежесі бөлінген 10-ның 3 дәрежесі деген шама келсе, 10-ның 4 азайтылған 2 дәрежесі тең болады 1, мынадан 10 шығады. Осылай дәрежелерменен жұмыс істесек, егерде дұрыс, мына формуланы дұрыс қолданатын болсақ, онда есеп шығару барысында қателеспейтін боламыз. Ал мысалға мынандай шама берсе, қосу берілуі мүмкін. Мысалы, 2,5 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі қосылған 0,5 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі деген есептесе. Оны есептеу үшін біз алдыменен мына 10-ның дәрежелерін бірдей дәрежеге келтіреміз. Мысалы, 2,5 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі қосылған, мына 1 дәрежені мынаған беретін болсақ, 5 болады, 5, мына жерде 4 дәрежесі болады екен. 5 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі, яғни тең 10-ның 4 дәрежесі екеуінде ортақ көбейткіш болғандықтан жақшаның сыртына шығады. Мына жерден 7,5 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі шығады. Міне, яғни дәрежесі бар, 10-ның дәрежесі бар сандарды қосу осылай жүргізіледі. Азайту болса да,
тура осы азайту болатын болса, онда мына жердегі дәрежелерді міндетті түрде бір дәрежеге келтіріп алып, ортақ көбейткіш жақшаның сандар шығарамыз дағы, жақшаның ішіндегі сандарды азайта саламыз. Ал қосу болса, жақшаның ішіндегі сандарды қосамыз. Қосу амалдарын кәдімгі математикада қолданатын қосу амалдарын пайдаланып жұмыс жасай беретін боламыз. Физикада есеп шығару барысында тағы да жиі кездесетін мынандай өлшем бірліктерді көресіздер. Мысалы, миллилитр, 1 миллилитр, миллиграмм, мысалы тонна, жаңа километр, нанометр деген сияқты. Немесе микрометр. Негізі мына литр дегеніміз ол көлемнің өлшем бірлігі. 1 литр дегеніміз оның -3 дәрежесі. Милли дегеніміз оның -3 дәрежесі. Онда мынау тең болады. 1 көбейтілген оның мынау -3 дәрежесі, мынау -3 дәреже болатын болса, онда -6 дәрежесіндей метр куб болады. Бұл көлемнің өлшем бірлігі болғандықтан. Ал миллиграмм массаның өлшем бірлігі. Масса миллиграмм. Милли дегеніміз оның -3 дәрежесі, грамм дегеніміз ол да оның -3 дәрежесі. Онда оның -6 дәрежесіндей килограмм. Оның -6 дәрежесіндей килограмм. Яғни мына миллиде оның -3 дәрежесі бар, граммда оның -3 дәрежесі бар. Екеуінен мына екеуін көбейткен кезде -3 пен -3 қосылып -6 болады. Мына жерде де миллиде оның -3 дәрежесі, литрде оның -3 дәрежесі. Яғни 1 литр дегеніміз ол тең болады оның -3 дәрежесіндей метр куб. Ал тонна. Мысалы 1 тонна дегеніміз ол 1000 килограмм. Ал килограмм дегеніміз си жүйесіндегі өлшем бірлік болып табылады. Яғни си жүйесіне айналдыру жиі кездеседі. Километр, өздеріңіз білесіздер, 1 километр ол 1000 метр. Ал 1000 метр си жүйесіндегі негізгі өлшем бірлік, ал километр ол еселік өлшем бірлігі болып табылады. Бірдің жаңағы 1000 есесі. Нанометр. Нано дегеніміз жаңағы айтып өткендей, оның -9 дәрежесі ондай болатын болса, оның -9 дәрежесіндей метр болады. Микрометр болса, оның -6 дәрежесіндей метр. Мысалы, бұлай берілуі мүмкін. Атомның электронға дейінгі айналу радиусы, мысалы, 5,2 микрометр деп берілуі мүмкін. Оны радиус 5,2 микрометр болса, радиус тең 5,2 көбейтілген оның -6 дәрежесіндей метр деп си жүйесіне айналдырып аласыздар. Сабақ ұнаған болса, біздің каналға жазылыңыздар және соңғы жағындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, сабаққа деген пікірлеріңіз болса, комментарийға міндетті түрде ұмытпай жаза кетіңіздер. Біз міндетті түрде комментарийді оқып, сіздерге жауап беретін боламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.